Адам оттегісіз 3 минут, сусыз 3 күн, арасыз 4 жыл өмір сүре алады. Альберт Эйнштейн 1941 жылы осылай айтқан. Неге ол осылай ойлады? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода сіздерге неліктен адамға араларсыз өмір сүру қиындық туғызатынын айтып беремін. Ендеше бастайық. Аралар жоғалса жоғала берсін, түк өзгермейді ғой десеңіз, аралар жоқ әлемде кәдімгі бургерді елестетіп көріңізші. Бұл пиязсыз және маринадталған қиярсыз, дәмдеушілер арасында паприкасыз болар еді. Бұл көкөністер ара тозаңданусыз жоғалады. Бургерде ірімшік те жоқ. Сиырлардың рационына аралар тозаңдандыратын жоңышқа қажет. Жоңышқаны басқа жеммен алмастыруға болады. Бірақ бұл сиырларды ұстау үшін қатты шығын алып келеді. Демек, сүт өнімдерінің құнын арттырады. Ірімшік нәзіктігі фастфудқа арналмаған болады. Сондай-ақ сиыр еті өте сирек кездесетін болғандықтан тартылған еттен жасалатын котлет те болмайды. Тіпті фри картопмен өзіңізді жұбату да мүмкін емес болады. Сонда фастфуд осындай болмақ. Шынында да, аралардың популяциясы 20 ғасырдың ортасынан бастап азая бастады. Ғалымдар қазіргі аралардың саны барлық өсімдіктерді тозаңдандыруға жеткіліксіз дейді. Пестицидтер мен тыңайтқыштар араларға зиянды әсер етеді. Олар өлмейді, бірақ әлсіреп ауыра бастайды. Сіз араны қалай емдеу керектігін елестете аласыз ба? Болжам бойынша аралар түр ретінде 2035 жылға қарай жойылып кетуі мүмкін. Аралар жоғалып кетсе, жемістер мен жидектер болмайды. Алма, алмұрт, шабдалы, құлпынай, банандар қалады. Олар негізінен жарқанаттар арқылы тозаңдалады. Көптеген көкөністер болмайды. Қияр, қызанақ, тәтті бұрыш. Жаңғақтар мен кептірілген жемістер жоғалады. Кофе де жоғалады. Тіпті картоп ұзаққа созылмайды. Кеселген түйнектерді шексіз отырғыза алмайсыз. Мезгілмен тұқым алып отыру керек. Ал тұқымдар үшін аралар қажет. Аралар өмір сүру үшін эволюциялық жарыстың жеңімпаздары. Миллиондаған жылдар бойы олар өсімдіктерге, ал өсімдіктер оларға бейімделді. Нәтижесінде аралар тозаңдары желмен тасымалданбайтын барлық өсімдіктер үшін негізгі тозаңдандырғыштарға айналды. Сондықтан олар өте маңызды. Араларды жоғалтқанда біз барлығын дерлік жоғалтамыз, деп Башқұрттың биохимия және генетика институтының ғылыми қызметкері Елена Салтықова түсіндірді. Қазақтар үшін ең маңызды тағамы етке де әсер етеді. Жануарларға шөп беріледі, ал жақсы шөпте аралар тозаңдандыратын шалғындық өсімдіктер болуы керек. Азық-түліктің бір бөлігін желмен тозаңдандыратын дәнді дақылдар мен жүгеріден алуға болады. Бірақ биденнің жоқтығы шаруашылықтарға әсер ететіні сөзсіз. Ал сиыр еті сирек болады. Сүт қатарында еш нәрсе қалмайтыны да сөзсіз. Сиыр сүт беру үшін оған шабындық шөп қажет. Демек, араларсыз май да, ірімшік те, балмұздақ та болмас еді. Сондай-ақ бұл шынымен қорқынышты болады. Мақта жоғалады. Араларсыз ол зығырдың өзін тозаңдандырады, бірақ оны өте жақсы жасай алмайды. Сонымен бізде табиғи маталарды шығару үшін жәндіктерді тозаңдандырмай-ақ жақсы жұмыс істейтін зығыр, қарасора, қалақай және тұт жапырағын жейтін жібек құртының құрттары қалады. Сонымен бізде не қалады? Желмен тозаңданатын өсімдіктерден алатын өнімдер. Бұл негізінен дәнді дақылдар. Қара бидай, бидай, күріш және жүгері. Бұл қатты жаман емес. Адамзаттың калорияларының көпшілігі дәндерден келеді. Сондықтан біз аштықтан өлмейтін шығармыз, бірақ тіссіз қала аламыз. С дәруменінің сүйікті көзі цитрус жемістері. Олар араларсыз жоғалады. Осылай жаппай цинга басталады. Бұл ауру дененің ыдырауы. Әрине, С витаминін синтездеуге болады. Бірақ лимондар мен апельсиндерді аскорбин қышқылмен алмастыру жағымсыз болады. Жыл сайын халықаралық аралар күнінде кейбір дүкендер акция ұйымдастырады. Олар өндірісі араларға тәуелді өнімдерді алып тастап, нан бөлімі мен азық-түлік дүкенінен басқа барлық жерде бос сөрелерді көрсетеді. Өткен ғасырдың орта шенінен бері қызып келе жатқан аралардың жойылуы осылайша еске түседі. Аралар планетаның өмірінде диетаны байытуда, азық-түлік бағасын төмендетуде, әлемдік аштықпен күресуде үлкен рөл атқарады. Және олар мұны тегін жасайды. 2014 жылы тек ақш-та аралар жыл сайын $15 миллиард жұмыс істейді деп есептелді.
Дегенмен аралардың жойылуы адамзаттың жойылуына әкеледі деп айтуға бола ма? Табиғатта өсімдіктердің басқа да тозаңдандырғыштардың да жеткілікті саны бар. Көбелектер, шыбындар, құстар, желді де санауға болады. Тек олар өсімдіктердің тозаңдану қажеттілігін қанағаттандыруға жеткіліксіз. Ал біз оларды ақырындап жойып жатырмыз. Аралар жойылған жерлерде өсімдіктерді адамдар өздері тозаңдандырады. Өсімдіктердің тозаңын шашатын роботтарды ойлап табуда. Көріп отырғаныңыздай, аралар жоғалып кетсе, біз айтарлықтай мөлшерде азық-түлікті жоғалтамыз. Экономикалық қиындықтар болады, мүмкін ашаршылық та болады. Иә, адамдар бейімделеді, мүмкін. Бірақ сіз біздің осындай әлемде өмір сүргенімізді қалайсыз ба? Біз оның жақсы күйінде қалғанын қалаймыз. Араларға қамқорлық жасаңыз.